Сәлем әлем! Осындай жаңа жылдық салат дайындаймыз. Ал кеттік. Видеоны көрмес бұрын бірінші менің инста парақшама тіркелуді ұмытпа. Рахмет! Жаңа жылдық салатымызды дайындау үшін бізге 200 грамм сиыр еті, 3 штук картошка, 5 дана жұмыртқа, маринованный огурцы, егерде кішкентай болса 4-5 штук жарайды. 100 грамм сыр, 1 уыс грецкий орех, салатный листья, майонез және де тұз қажет. Ең алдымен етті, картошканы және жұмыртқаны қайнатып пісіріп аламыз. Етті және маринованный огурцыды ұсақ қылдырып тураймыз. Сырды және де піскен картошкамен 3 штук жұмыртқаны теркадан өткізіп аламыз. Қалған 2 жұмыртқаны кейін салатты әсемдеуге қалдырамыз. Майонезді осындай кондитерский мешокқа салып алып қолдасаңыз өте ыңғайлы. Енді тарелкаге салатымызды жинаймыз. Ең бірінші салатный листьяларымызды әдемілеп тарелкаға жаямыз. Салатты кулинарное кольцоға жинасаңыз әдемі шығады. Бірінші слойымыз картошка. Картошкадан кейін әдемілеп майонез жағамыз. Майонез жаққан сайын үстіне тұз себеміз. Маған тұзсыз салаттар ұнайды, сол үшін де мен тұз сеппеймін. Келесі слой сиыр еті. Үшінші слой маринованные огурцы. Төртінші слой жұмыртқа. Салатымызды ұнтақталған грецкий орехпен әсемдейміз, және де бетіне өзіңіз қалаған зелень қойсаңыз болады. Манағы қалып қойған 2 жұмыртқаны осылай әдемілеп гүл қылдырып, ортасынан 2-ге бөлеміз. Жаңа жылдық салатымыз дайын болды. Берілген ингредиенттардан 2 тарелка осындай салат шығады. Осындай өте дәмді салат шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алмаған видеоңызға лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің жаңа видеоларымды ең бірінші болып көру үшін үстідегі колокольчикті басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Ақбөпе Алматқызы. Қош сау болыңыздар.